отырған әйелдің түрі мен прическасы міне. Осы ғой, осы міне. Ара тұра бір өзің бетіне бірдеңе жағып, помада жағып шықсаң, қайқа барасың дейді. Әй, ешқайқа бармаймын, әшейін боянып алдым. Өшір дейді әуелі кішкентай балам, бір жаққа кетіп қаласың дегені ғой, өшір дейді. Өшіріп тынамыз. Одан ана көйлектің бәрі салпылдап тұрғаннан кейін кейде той-домалаққа киіп шықсаң, күйеуің бір түрлі қарайды. Жараспайды дейді. Саған халаттан басқа ештеңе жараспай қалған ғой. Құрсын өзімізде барып кигенше өкпеміз қысылып өліп қалсақтаймыз. Ана туфли байқұсты да күнде кимегенге оқыраң етіп жүре ме? Ана Баян Алагөзова қатын айтты ғой бір ретінде. Туфли кимеген қатын емес деді ғой. Әй, біз туфлиді күніге кимей, кроссовка кимей, шлепкамен жүріп үйренгенбіз. Оның үстіне сүйегіміз тасып жатыр әуелі. Үйдің де кассетасы айнала береді ғой күніге мінекейін. Шай тамақ бересің, жинайсың, шай тамақ бересің, жинайсың, шай тамақ бересің, жинайсың. Анаяққа барып келесің, мынаяққа барып келесің. Жалығып кетесің. Сен баламен декрет отқан аналаршы, азанда тұрамай түнмен баламен алысқан байқұс, мына төсі бір жақта, өзі бір жақта ұйықтайды ғой да. Одан күйеуің келеді, тұр дейді. Өзің өліп, аузың айға қарап ода. Кәз, тұр деп тағы келеді, кәз. 2-3 рет деп бүйтіп жынданған кезде ұйықтап жатқан баланы өтіріктен қағасың ғой. Оның бәрі белгілі газеталар ғой. Ойшың соңғы кездері осы елдер келеді деген кезде тыпырлайтын болдық. 1 сағаттың ішінде бәрін үлгеруге болады екен ғой. Таңертеңдерші өлдік тегі бір қатынмен ұрсамыз деп миымыз ағып, осы құрыс сүлдеміз қалып поликлиникаға бардым. Поликлиника деген ойбай шетел болыпты ғой. Баяғыдағыдай очередь жоқ, жазылып үйтіп кіреді екенсің. Әй, сұрай қалайын деп ана педиатр деген жоқ, ойшым общий врач болыпты. Сенің отбасың түгелге қарайтын бір врач болыпты ғой. Ойбай, шетел болып баратырмыз. Анаң қара. Соныменен жаңағы очередь өзінің уақытымен келіп тұрған бір қатын тұр екен, әй, мен кремді сұрайын десем, сұрамайсың сен, мамбетке барып, анақа барып жазылмайсың ба, нақал дедім ба, бір қақыл дедім, бірдеңені айтады, әй, тұра тұршы. Сұрай салам әшейін десем, кірмейсің де кірмейсің. Сазар көгерді де қалды. Беттен алып төстен шалып тұр, қоя қойғыш. Түрінде жаман екен, шашың да сұп-сұр екен, бетің сұп-сұр болды әуелі. Менімен ұрса бермей, байыңа қалдырсай кішкене бірдеңе. Орысшадан жібер, әй, орысша мен түсінбеймін, орысша қазақша жасайық дедім. Не қыл деп тұрсың, издеваться етіп атсың ба, бірдеңе дейді. Мен де қайттым, жалмауыз деп бір рет айттым. Жаным кіріп қалды. Рахаттанып қалсын кейде ұрысқанда. Оля, жаным кіріп, соның өзіне жаным кіріп қалды. О қатын одан ары көгеріп түсті. Оля, жүр далаға көгелға шығып төбелесейік отанда. Шықпады. Сонымен соғатынды қалдырып, врачқа да кірген жоқпын, пәштігін де көрген жоқпын. Міне бір жүйе деген бірдеңе болды ғой тегі. Жазылып қойын көрген, барғанда жаңағы уақытымен қабылдайды екен ғой. Енді тура менің уақытымда біреу отырса тура шашын жылайын деп отырмын.